Көлік жүргізудің қыр-сырын сіз дұрыстап меңгеріп алуыңыз керек. Себебі сіз көлікті жүргізген кезде көлікке отырған адамдарға да, сіз мына жан-жағыңызға да және өзіңізге де жауапкершілік аласыз. Сондықтан көлікті жақсылап сезіп, оны басқару амалдарын біліп, содан кейін мына жолда жүру тәртібін мұқият біліңіз. Және сіз жолда жүрген кезде алдын ала шешім қабылдауды үйреніңіз. Мына көлікте сіз білесіз, артқа жүру маневрі бар. Яғни сіз көлікпен артқа жүресіз. Ол өте қауіпті маневрлардың бірі. Неге? Себебі сізге көру шектеуі аз, яғни сізге көрініс аз, шектеулі. Мына алдыға жүргенде сіз барлық жағдайды көріп отыра аласыз, алдыңызда не болып жатқан. Ал артқа жүрген кезде, ол кезде сізде көрініс шектеулі. Сол себептен сіз артқа жүру маневрін өте мұқият орындауыңыз керек. Көлікпен артқа жүрердің алдында сіз міндетті түрде R-ға саласыз. R деген реверс деген сөзден шыққан, яғни кері айналу деген. Енді сол сіз R-ға салып артқа жүрер алдында міндетті түрде жүрісті бастамай тұрып, мұқият мына 3 айнаңызға қарап алуыңыз керек. Содан кейін барып, сізде камера болса, камера болғанның өзінде осы 3 айнаңызға өте мұқият қарауыңыз керек. Содан кейін барып жүрісіңізді бастауыңыз керек. Ал әдетте көп жүргізушілер осы жерде үлкен қателік жасайды. Жалпы біз мына артқа жүрген кезде қай жерлерде жүреміз? Біз мына дворларда, парковкалерде артқа жүреміз, яғни біз тұрақтан шығатын кезде, тұраққа қоятын кезде, сондай, яғни адам көп тар жерде біз міндетті түрде артқа жүретін жағдай болып қалады. Сол жерде артқа жүрген кезде, егер сіз артыңыздағы қауіпсіздікке, яғни артыңызда ешкім жоқ екеніне, ешкімге кедергі жасамайтындығыңызға көз жеткізіп алмайтын болсаңыз, онда өзіңіздің басыңызды қауіпке тігесіз. Сол жерде сізге айтарым, сіз көлікпен артқа жүрген кезде міндетті түрде қазір мен айтатын іс-әрекеттерді жасауыңыз керек. Мына жүргізушілердің көп жағдайда жасайтын қателіктері осындай аула аймақтарда, парковкалерде тежегішті басады мысалы, сосын R-ға салады. Ол мына тежегішті басқан уақытта міне R-ға салады, R-ға салып, ол былай басын төмен қаратып салады да R-ға. Бүйтіп төмен қаратып R-ға салады. Сол кезде ол басын әлі көтермей жатып, мына тежегішін жіберіп бастайды. Көбінесе автомат көліктерінде. Сол кезде ол тежегіш жіберген кезде көлік жүріп бастап жатыр. Жүріп жатқан кезде ол уже жүрісін бастап қойды көлік. Сол кезде барып ол бүйтіп айналарға қарауды бастайды. Осы өте үлкен қателік. Неге? Себебі сіз кішігірім ана жерде жүріп қойдыңыз. Жарты метр болса да, 1 метр болса да жүріс жасап жатсыз. Яғни 20 сантиметр болса да, яғни міне сіз R-ға салдыңыз да, тежегіш жіберіп, өте сенімді түрде артыңызда ешкім жоқ деп ойлап жүре бересіз. Сосын барып бүйтіп қарайтын болсаңыз айналарға, ол өте үлкен қателік. Міне осындай жағдайда жолда көліктер соғысып жатыр. Сіз адамға, яғни көлікке соғады, сондай жағдайлар өте көп. Және ол мысалы өстіп жатып, біреуді соқса немесе біреуді, яғни итеріп кеткен жағдай болса, сол кезде ол шошып газды басып жіберетін жағдай, ол өте қауіпті. Яғни паникаға беріліп, сол кезде газды басып жіберетін жағдайлар бар. Содан кейін мына R мен D-ны шатастыру деген адамдарда әдет бар, өкінішке орай. Ол кәдімгі мысалы 1-2 жыл жүргізіп жүрген, 1 жыл жүргізіп жүрген, 1-6 ай жүргізіп жүрген адамдарда, прям жаңа ғана көлікке отырған адамдар ғана емес, кейбір кезде сондай тәжірибесі бар адамдарда шатастырып алып жатқан жағдайлар бар. Ол өте өкінішті жағдай. Яғни бұл жерде, мысалы бұл жерде адамдар бүйтіп қарауы мүмкін. Шатастырам десе шатастырады, көзді байлаймын десе байлайды деген жағдайларды айтады да. Енді мен сіздерге айтайын, сақтансаң сақтаймын дегенді ұмытпаңыздар. Яғни бұл жерде амал бар шатастырмайтын. Біріншіден, мына тежегіш пен газға аяғыңызды қою. Сол жерде сіз газ бен тормозға аяғыңызды дұрыстап қоясыз. Одан кейін мына R мен D-ны шатастырмас үшін R мен D-ны қалай шатастыратынын түсініп алыңыз. Олар былай жасайды. R-ға салады, сосын артқа жүреді. Содан кейін қажет кезде оған болды, оған артқа жүріп болды, енді ол D-ға салу керек. Сол кезде ол ойлайды, D-ға салдым деп ұмытып кетеді, немесе R-ға салып артқа жүрді. Сол кезде бір танысын көріп қалды мысалы. Сол кезде танысын көріп қалды, танысымен амандасты. Сосын все жақсы деді, енді руль мысалы солға қарай бұрды да, енді алға жүрейін деп жатыр. Ол ұмытып кетті, ода R-да тұрған. Сөйтеді, тежегіш жіберген кезде көлік артқа жүріп жатады. Бұл түсінбей қалады. Ол көліктен алға жүруді күтті жүргізуші. Сөйтіп ол түсінбей қалып
неге мынау алға жүрмей жатыр деп газды басып жібереді осы кезде. Осы жерде осылайша үлкен жолда апаттар болып жатыр. Жолда емес, мына аулаларда адамды басып жатыр, немесе бір жерге барып соғып жатыр, өзі зақым алып жатыр деген сияқты әртүрлі жағдайлар бар. Сол үшін осыны шатастырмас үшін сіз мына парковкада жүрген кезде, дворларда жүрген кезде сіз газды мүлдем қолданбайсыз. Сіз газды тек қана мынандай түзу жолда, қауіпсіз келе жатқан кезде ғана қолданасыз. Ал мына парковкаларда, дворларда сіз мынандай тар жерде жүру кезінде мүлдем газды қолданбайсыз. Түсінікті ғой? Яғни ол жерде сіз тежегішті басып, енді автомат көлігінде газды мүлдем қолданбау керек. Неге? Себебі сіз тежегішті басасыз. Тежегішті басқаннан кейін тежегішті жіберсеңіз, ол көлік өзі жүреді, автомат көлігінде. Сол кезде сіз оны тек қана тежегішпен басқарып отыруыңыз керек. Осындай тар учаскелермен жүрген кезде, мына парковкадан шығар кезде, аулаларда жүрген кезде, сіз тек қана осылай түзеу келе жатқан кезде, сол кезде барып газды бассаңыз болады, жылдамдық қосуға. Ал парковканың территориясында газды қолдануды ұмытыңыз, мүлдем. Үйге бардыңыз, көлікті парковкаға қойып жатсыз, немесе парковкадан шығып жұмысқа бір жаққа келейін деп жатсыз, жолға шығайын деп жатсыз, сол кезде газды мүлдем баспаңыз. Парковкадан шығар уақытта тек қана тежегішпен жұмыс жасайсыз. Сол кезде міне сізде мына R мен D-ні шатастырып алу қаупі азаяды. Неге? Себебі сіз міне R-да тұрады, сіз ұмытып кеттіңіз, тежегіш жібердіңіз, сізді жүріп жатыр көлік артқа. Осы кезде сіз тежегішті басасыз да ойланасыз, деп, сосын түсінесіз, сосын D-ға салып жүресіз. Ал газды басу деген ой болып тұрса сізде, ол бірден өзіңізге түсіндіріңіз. Мен дворда мүлдем газды қолданбаймын деп. Яғни парковкадан шығып жатқан кезде, кіріп жатқан кезде, сол кезде сіз газды басып қою қаупі азаяды. Енді газ бен тормоз шатастыруға да қатысты бұл әңгіме. Газ бен тормоз шатастыру деген ол да үлкен мәселе. Газ бен тормоз шатастырбаған, былай болған, солай болған деп бәрі айтады. Енді газ бен тормоз шатастырып алатын адам болса, мысалы сіз делік газ бен тормоз шатастырамын деп біреулер бүйтіп қарапайым түрде айтып жүреді. Мен сізге айтамын, егер сіз газ бен тормоз шатастыратын адам болсаңыз, онда сіз мен газ бен тормоз шатастырамын деп бүйтіп отырмаңыз. Сіз өзіңізге түсіндіріңіз, ол катастрофа екен. Мен газ бен тормоз шатастырамын деп айқайлау керек та өзіңізге. Яғни бұл ужас деп өзіңізге түсіндіресіз. Бұл сұмдық, бұлай жүруге болмайды, мен үйренуім керек деп. Сосын сіз үйренуді бастайсыз. Ол үйрену оңай. Сіз мына газ бен тормоздың ортасында сізде тек оң аяқ жүреді. Сіздің оң аяғыңыз мына тормозға жақын тұру керек. Өкшеңіз қозғалмайды, өкшеңіз тек аяқтың үсті қозғалады. Сосын сізді мына тормозды басу, тежегішті басу сізге өте ыңғайлы болу керек. Себебі тежегішті басуға күш керек. Газ басуға күш керек емес. Сол үшін сіз газдан аяқты алған уақытта аяғыңыз автомат түрде тежегіш жаққа оралу керек. Газды басасыз, тежегішке оралады аяқ. Газды басасыз, газ жіберген уақытта тежегішке оралу керек. Түсінікті ғой? Осылайша аяғыңызды әбден жаттықтырасыз. Сол кезде, яғни сіз бұны, қараңыз, бұны сіз міндетті түрде мына мимен түсініп алу керексіз, мимен. Неге? Себебі сигналдың бәрі мидан кетеді аяққа. Аяққа да, қолға да, қай жеріңіз болса да, сигналдың бәрі мидан. Сол үшін сіз өзіңіз түсініп алу керексіз. Методикасын түсінесіз, содан кейін барып сіздің миыңыз түсініп алды, қай кезде қалай жасау керектігін, сосын ол сигналды аяққа, қолға дұрыс беріп отырады. Ал егер сіз ойласаңыз, мен аяқ жаттықтыруым керек деп, үлкен қателік ол. Неге? Себебі барлық сигнал мидан кетеді. Яғни сіз баста аяқ қалай тұру керектігін, қалай іс-әрекет жасау керек, газ қай кезде басу керек, газдан аяқты қай кезде алып тежегішке апару керек. Осының барлығын миыңыз түсініп алу керек. Оның барлығын сізге мен түсіндіріп жатырмын. Одан кейін енді бұл жерде жаңағы артқа жүрісті қайтып айтайық. Бұл жерде мына R-ға салған кезде сол тежегіш жібермей тұрып, міне R-ға салдыңыз, тежегіш жібермей тұрып, бірінші көзбен айналарға бүйтіп қарап аласыз. 3 айнаңызға да, камера болса камераға да бәріне қарап, көз жеткіздіңіз, ешкім жоқ екен. Аварийканы қосасыз да, жай тежегіш жіберіп жүресіз. Қажет бағытта. Яғни аварийканы неге қосасыз? Аварийканы сіз айтып жатсыз, маған назар аударыңдар барлығын, мен артқа жүріп жатырмын деп барлығын назарын өзіңізге аудартасыз. Сол кезде сіздің жан-жағыңызға ешкім тұрмайды. Мысалы, жүк көліктерін қарасаңыз, мына үлкен жүк көліктерінде оларда аварийкамен қосып дыбыстық сигнал бар. Яғни тит деп тұрған байқаған шығарсыздар артқа жүрген кезде. Жол жөндеп жатқан көліктері, мысалы, жүк көліктері.
сол олар назар аудартып жатыр. Міне бәріне айқайлап жатыр. Маған қараңдар, мен артқа жүріп жатырмын, абайлаңдар деп. Яғни осылайша сіз міне артқа жүрер кезде осы методиканы орындаңыз. Біріншіден, газды қолдануды ойдан шығару керек. Бірден өзіңізге айтыңыз. Газды мынандай парковкадан кіру шығу жағдайында мүлдем қолданбаймын. Екіншіден, ырға салғаннан кейін бірінші көзбен қарап аламын, бәріне көз жеткіземін, сосын барып жүрем деп соны түсініп алыңыз. Енді қараңыз, сіз алға жүрсеңіз де, артқа жүрсеңіз де, бірінші барар жеріңізге көзбен барасыз. Өзіңіз бармай тұрып, көлікпен бірінші көзбен барып алу керек. Қауіпсіз екенін көз жеткізесіз, айнадан қарап бәрін, ешкім жоқ екеніне көз жеткізіңіз, сосын жай тежегіш жіберіп жүріп бастайсыз. Осылайша, құрметті оқырмандар, сіздер ойлауларыңыз мүмкін, бұның бәрі қарапайым, бұны бәрі біледі деп. Өкінішке орай, осындай қарапайым жағдайға мән беріп, мән салып, осыны сақтамағаннан үлкен апаттар болып жатыр. Біз мына қарапайым жағдайға мән бермейміз, сосын үлкен апаттарға әкеледі осылай. Ал біз осы қарапайым жағдайлардан бастайтын болсақ, біз мына үлкен апаттардан сақтанамыз. Сондықтан жүрген кезде сіз А нүктесінен Б нүктесіне аман жетудің жолын іздеңіз. Мына дворларда қалай жүру керек, оны да дұрыстап түсініп жүріңіз. Дворларда да жүру тәртібі бар. Және енді сіз міне осы менің айтқан кеңестерімді қолданатын болсаңыз, сізде осы артқа жүру кезінде неше түрлі осындай қауіпті жағдайларға түсу қаупі азаяды сізде. Сіз осындай қарапайым жағдайға мән беріп көріңіз. Өзіңізбен жұмыс жасаңыз. R мен D-ні шатастырасыз ба? Яғни R деген реверс, D деген драйв. Яғни R мен D-ні шатастырмау үшін омен де жұмыс жасаңыз. Ол жерде газды баспасаңыз, сіз бірден шатастырмай сол жерде на месте тоқтап үлгересіз. Сосын көлік жүргізген кезде, мына артқа жүру кезінде сіз жалпы көлікті сезіне үйренуіңіз керек. Көліктің рулін қайда бұрған кезде, мысалы артқа жүріп жатқан кезде, көліктің рулін қай жаққа бұрсам, көлік қайда жүреді. Мысалы, мен көліктің рулін оңға бұрдым, көлік қайда жүреді. Мен көліктің рулін солға бұрдым, бүйтіп артқа жүріп келе жатып, көлік қайда жүреді. Сіз осыны жақсылап сезінуіңіз керек. Бұл мына көлік, сіз көлікке отырғаннан кейін, сіз көлік екеуіңіз одно целое болып кеттіңіздер. Яғни сіздің жалғасыңыз көлік. Сол үшін сіз көліктің рулі бұрған кезде көлік қалай өзін көрсетеді екен, яғни поведениесін көліктің сезінуіңіз керек. Рульді былай бұрсам, көлік былай жүреді екен. Артқа жүрген кезде мен рульді былай бұрсам, көлік былай жүреді екен деп осының барлығын түсініп алыңыз. Қазір өзіңіз қызық үшін көлікке отырып көрмеген адамнан мына енді ер балдар білуі мүмкін, себебі олар ойыншық осындай машинкамен кішкентай кезінде ойнады. Сонда да көлікке отырып көрмеген адамнан сұрақ көріңіз. Сол жерде мысалы былай сұрақ көріңіз. Осы жерде мына көлік осы парковкаға артпен кіру үшін рульді қалай бұру керек деп сұрақ көріңіз, қызық үшін. Сол жерде ол ойланып қалады бүйтіп. Вот осыны ойланбайтындай етіп мына миы түсініп алу керек кез келген жүргізушінің. Сіз де өзіңіз тексеріп көріңіз. Енді сіз рульде отырып жүрген адам болсаңыз, әрине оны білесіз. Бірақ рульге отырмаған адам үшін ол ұзақ ойланып қалады бүйтіп. Соны ойланып қалмау керек ол. Ертең көлік жүргізіп үйреніп бастаған кезде, сіз егер көлік жүргізіп үйреніп бастасаңыз, онда сіз білуіңіз керек, көліктің рулін қайда бұрса, көлік қайда жүретінін. Түсінікті ғой, сосын сізге егер екі маневр жасау керек болса, артқа жүрген кезде R-ға салдыңыз, мысалы, сосын жүріп бара жатып сізге мысалы оңға қарай кету керек па көліктің артымен, онда көліктің арты оңға қарай кету үшін сіз рульді оңға қарай бұрасыз. Енді сол жерде сіз бірінші тоқтап алыңыз. Яғни жүрдіңіз, міне тура шығып алдыңыз парковкадан, мысалы тоқтайсыз, рульді бұрып аласыз да қайтып жүресіз. Қайтадан рульді түзеу керек болса, қайтадан тоқтайсыз. Түсінікті ғой? Солай перерывпен жасаған ыңғайлы негізі. Бастапқы уақытта тым болмаса солай жасап көріңіз. Ең бастысы қауіпсіз жүріңіз, және ешқандай жүргізушіге зияныңызды тигізбеңіз. А нүктесінен Б нүктесіне аман жетіңіз, және жолда жүргізушілік мәдениетіңізді арттырып жүріңіз әрқашан. Бәрін білем десеңіз, сізге білім қонбайды. Білем дегеннен аулақ болыңыз. Әрқашан ізденіп жүріңіз.